11 fevral 2020 жылы шығарылған ол қарарда Қазақстан Республикасының үкіметіне шарт қойды. Шарттың мәтіні сол: халық бейбіт шеруге шығуға құқылы деді. Одан бөлек, сол қарарда қазіргі таңда біздің Қазақстан Республикасының барлық өңірлері бойынша саяси тұтқында жатқан белсенділер бар. Ал енді халық, біздер осы 2018-ден бері қудалауда жүрген адамдармыз. Біздер де саяси тұтқын. Егер осыдан кейін тарайтын болсаңыздар, біздің басымыз кетеді. Соған жол бермеңіздер. Біздің бас талабымыз жүйе ауыссын, жастарға жол берілсін. Біздің бас талабымыз Қазақстанның экономикасы бірінші орында болу керек. Қазіргі таңда халықтың көзінде нұр қалмаған, өйткені барлығы несиенің былығына батып кеткен. Не үшін алады несиені? Өйткені жағдайы жоқ. Халық біз осынша байлықтың үстінде жүріп, жалаңаш жүрген нищеброд болмауымыз керек. Біздер Дубай халқындай өмір сүруіміз керекпіз. Ауыл шаруашылығы, егіндік, мал шаруашылығы, зауыт, фабрикалар тегіс жұмыс жасап, жұмыссыздық болмауы тиіс. Біздің басты арманымыз осы. Қазіргі мына ұрлық жүйеге әбден батқан, жүйе халыққа түкіргені бар. Ал бізге ол керек емес. Жастарға орын берілсін. Ал енді тағы бір кешеден бері осындай сөз шығып сөйлеп жүрген жігіттерді орган қызметтері іс қозғаймыз деп қорқытып жатқан көрінеді. Соның ішінде Садуов Жалғас деген жігіт бар. Қанатбаев Жеңіс деген жігіт бар. Міне осы жігіттерді қорғау алыңыздар, халықтар. Қолдаңыздар. Ал енді Қаламқас жақтан жаңа 10 шақты автобус келе жатыр. Әрқайсының интервал 15 минут, 20 минутта бір автобустан келе береді деген хабар келді. Ал халық, жүйе өзгерсін, саяси өзгеріс үшін шал кетсін, қалайық. Бұл жерде Айгүл ханым біздің мұна бүткіл тұрған халықтың мұна адвокаты ретінде шығып сөйлеп тұрағай. Ол басқа ұйым ретінде емес, кез келген биліктегілерге айтайын. Біздің адвокатымыз, біздің қорғанышымыз болып шығып отыр. Сосын біздің халық біздің қорғанышымыз. Халық маман болсын ағайын.